Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен асқабақтан сок жасайтын боламын. Бізге керегі асқабақ. Бізге 2 килограмм шықты таза салмағы. Апельсин, лимонный кислота, су, шекер керек болады. Алдымен асқабақты жуып тазалап, осылай бөлшектеп алатын боламыз. Қабықтарын тазалап, ішін тазалап, жақсылап бөлшектерге бөліп, майдалап кесіп дайындайтын боламыз. Осы кішкене ауырлау болады, болмаса өте жылдам, оңай орындалады екен. Міне осылай бөлшектедім. Бірінші рет істеп тұрмын бұл асқабақ согын. Бақшада биыл өте көп асқабақ шықты. Сондықтан істеп көргім келді. Осылай майдалау бөлшектерге бөліп алып, үстіне суды құйып, 20 минут қайнатып алатын боламыз. Асқабағымыз жұмсару керек. Міне. Оған дейін согымызды шығарамыз. Менде сок шығаратын нәрсе болмай қалды. Қолыммен сықтым. Бұдан да жақсы шығады. Берғаны дейді. Барынша шықты. 2 лимон, 3 апельсинді. Бұл жерде мінекей үстіне лимонымызды, жаңа апельсин согымызды құйдық. Лимон кислотаны салдым. Кейінде салсақ та болатын еді. Мен сразу салып жібердім. Енді блендерлеп шекерімізді салып, тағы 5 минутқа қайнататын боламыз. Бұл жерде асқабағымыз 2 килограмм, суды 2 литр құйдым. Міне біздің согымыз дайын болды. Өте керемет, дәмді шықты. Сіздермен бірге болғаныңызға комментарий жазып, лайк басып, каналға тіркеліп отырыңыздар.